Сәлем достар, бүгін біз есім жазылған булавканы үйренетін боламыз. Яғни сіздерге қажетті құралдар қайшы қажет, мынау зергерлік плоскопс тістеуіш дейме не дейді, сондай резина және булавканың основасы, ілмектің негізі деп айта алады. Және мынандай подвескалар, міне рандали 4 мм-лік, сосын қалпақтар және мынандай кішкентай кольцолар және есім жазылған әріптер. Сонымен қатар мына жерде 6 және 4 мм-лік моншақтар. Енді жұмысымызды бастаймыз. Біз резинаны кесіп аламыз. Менде кішкене кесіліп қойған бар екен, сол үшін кесіп алған жоқпын. Резинамызды созып, жақсылап қойып қоямыз. Бірінші, булавканы мен сіздерге көрсету үшін 3 түрін шығарып қойдым. Мына 5 кольцолық бар, 4-еулік, бұның 3-еулік түрі де бар, және мынандай стразымен булавкалар бар, основалар. Біз бүгін ер балаға жасағандықтан мынау сұр түстес булавканың негізіне жасаймыз. Бірінші, біз подвескаларымызды іліп аламыз. Ол үшін кішкентай кольцомызды аламыз. Ашып, подвесканы кіргіземіз. Содан соң несіне кіргізіп қысамыз булавкаға. Мына бізде бірінші подвеска ілінді. Екінші подвесканы да дәл солай кольцомызды ашамыз. Подвескамызды кіргіземіз. Бұл жерде қыздар подвесканың түрлері өте көп. Арзан түрде бар, қымбат түрде бар. Жаңағыдай жұлдызнамасы бар ғой. Саршаян, суқұйғыш деген сияқты. Сондай сияқты подвескалар да бар. Жай ғана корона или болмаса жаңағыдай қос әртүрлі түрлері өте көп. Өздеріңізге ұнаған түрін таңдайсыздар. Енді мен ер балаға жасап жатқаннан кейін бір жағынан енді мен андай не істеймші, көп жағдайда бір өзімше ниет етіп, осындай болса екен деген сияқты сондай ниет ету арқылы жасаймын. Мысалға мына жерде корона, яғни тәж дейміз ғой. Енді ер бала болғаннан кейін бір үлкен бір жетістікке, бір жаңағыдай өзінің өмірінде үлкен тәждерді бағындырсын деген ниетпен осындай тәж қойдым. Мына жерде ақша, яғни енді ер кісі болғаннан кейін ол бәрібір несібе, барлық ол берекелінің кілті сода болғандықтан табысты болсын дедім. Және мынау енді үкі жоқ екен, жаңағыдай өнерлі болсын, жаңа қару-жарақ болсын, үкі қойып жатады бізде. Сол мақсатта үкінің орнына енді қауырсын, жаңағыдай батыр болсын, талантты болсын деген ниетпен осындай подвескаларды қолдандым. Сіздер де өздеріңіз сондай ниетпен жасасаңыздар болады. Не үшін айтамыз, осы қолөнершілердің бұйымы қымбат, не үшін олардың өнімдер бағалы? Себебі ол әшейін бір нәрселер болсын, қолөнершілер жаңағыдай шын ниетімен осындай бір ізгі тілектермен жасайды. Резинамызды тозып алдық. Енді оны булавкаға байлаймыз. Жақсылап байлаймыз. Шешіліп кетпеу үшін. Содан соң жақсылап байладық. Тағы бір рет байлап жіберейік.
жағынан қатты қалдырмай, жай ғана кішкентай қылып осындай байлайсыздар ғой. Көп қалудың қажеті жоқ, артық жібін қиып тастаймыз. Содан соң өткізіп ортасынан былай қараңыздар. Енді ұшын қайтадан бер жағынан түсінесіздер ғой. Былай өткізсеңіздер, міне бір жағынан әдемі тұрады, бір жағынан жаңағы тек байланған болса кішкене әріптер тұрған кезде қисайып кетеді. Сол үшін осылай істеп алғандарыңыз жақсы. Сол кезде мынандай теңдей ортасынан тұрады. Булавкаңызды жасайтын кезде бір дизайнын өзіңізше келтіріп алыңыздар. Себебі біз браслет емес, екі жағынан бүйтіп кіргізіп отыратын. Сол үшін осындай дайын дизайнмен, өзіміздің алдын ала ойлап қойған дизайнмен саламыз. Менде мысалға қазір кішкентай моншақты саламын. Содан соң қалпақты ашып саламын. Сосын 6 мм-лік моншақты саламын. Сосын қалпақты жабық күйінде саламын. Бұл булавкада тоже браслет сияқты әртүрлі дизайнда, әртүрлі тастармен, мысалға моншақ емес, может кәдімгі хрусталь тастармен, тіпті кәдімгі натуральный тастармен де жасауға болады. Мына рандаликті салдым. Содан соң мына жерде қараңыздар, менде рандалигім кішкене дәу размер болып кетті. Сол үшін қазір біз размерін ауыстырамыз. 4-ші емес, 2 мм-лік рандаликті аламын. Себебі размері қатты дәу болып, сүйкімсіз көрініп жатыр. Мына рандаликтің 2 мм-лік, 4 мм-лік, 6 мм-лік түрі бар. Мен соның 4 мм-лігін алған едім. Ол кішкене дәу болып қалды. Сол себепті 2 мм-лікке ауыстырамын. Енді мына жерде рандалигімізді кіргіземіз. Фурнитуралар міндетті түрде сұр түсті қолданатсаңыздар, сондай сұр түстегі фурнитураларды таңдаңыздар. Егер мынандай алтын түсте жасап жатсаңыздар, онда барлығын алтын түсте қылуға тырысыңыздар. Міне, көрдіңіздер, мына әдемі болды. Енді әріптерді саламыз. Әріптер тегіс әдемі болу үшін осылай қойып алыңыздар. Әріптердің ортасына да рандаликтер қойсаңыздар болады. Немесе жаңдай кішкентай кольцолар қойсаңыздар да болады. Дизайнды негізі әртүрлі өзіңіздің талғамыңызға қарай, өзіңіздің көңіліңізге қарай жасай берсеңіздер болады. Мына әріп қойдық. Енді қайтадан рандалигімізді қоямыз. Бусинкемізді. Сосын қалпағымызды ашып кіргіземіз. 6 мм-лік бусинки. Және қалпағымызды жауып кіргіземіз. Кішкентай бусинкеміз. Енді осын мына жаққа байлаймыз. Тақлап тартасыздар. Мынандай, міне тақап тұрып тартасыздар да, астынан саусақпен бет басып тұрасыздар. Мына жіпті айналдырып отырып байлай бересіздер ғой. Кішкене ыңғайсыздау болуы мүмкін. 1-2 байлап алғаннан жақсы болады. бір байладыңыздар,
тағы бір байлап жіберіңіздер. Мен ешқандай темір не емес, жай ғана жіпті айналдырып байлап жатырмын. Қазір бір рет темірді айналдырып байлаймыз. Міне енді темірге кіргіземіз и бағанағыдай мына жіпті былай тартып байлаймыз. Енді міне мына жағында жақсылап тартып байлап қойыңыздар. Осыдан шығарғаннан кейін тағы бір рет жіптің өзіне байлап жіберіңіздер. Кішкене бала болғаннан кейін киімін еліп қалады, не байқаусызда тартып жібереді. Сол себепті мындай шешіліп кетуі мүмкін да. Сол үшін жақсылап тартып, жақсылап байлаймыз. Енді артық немізді қиып тастаймыз. Біздің булавкамыз дайын, есім жазылған. Көрдіңіздер ғой, өте әдемі. Қыздарға жасаған кезде, мысалға, жылтырақ тастардан жасасаңыздар болады. Мындай моншақ емес, жаңағыдай хрусталь тастардан жасасаңыздар болады. Немесе мына жағына бантик қоссаңыздар болады. Немесе страздармен қосымша сәндесеңіздер де болады. Негізі талғамыңызға қарай түрлі бұйымдар жасай берсеңіздер болады дизайнда. Осымен біздің булавкамыз дайын.